ДВД ұстап отыр екен. Ішкі істер органдарының, тағы да басқа органдардың бағанағыдай заңды, заңсыз тұрғыларын ашып көрсетіп жатыр. Қымбатты қазақ жұрты, күні кеше Әл-Фараби даңғылында болған жантүршігерлік жол апатына байланысты біраз сұмдықтың бетін ашып, полиция қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деп біраз деректер айтқан Әділетхан заңгерді бүгін полиция қамап тастады дейді. Әділетхан бауырымыз қамаққа алып отыр. Не себепті екені ешкімге әлі белгісіз. Қамады, экспертизаға апарды. И қазір қайттан ИБС-ке алып келді, хабар жоқ ешқандай. Біздің енді өзіміздің тұжырымымыз, ойымыз бойынша осы соңғы Әл-Фарабиде ДТП бойынша бір үлкен кісілердің атын айтты, ол жерде халыққа үлкен резонанс туғызып жіберді. Әділетханды қай кезден бастап ұстады, қандай ақпарат болып жатыр? Әділетхан үйден сағат 9-ға қарай шығып кеткен болатын. Жұмысқа кетіп бара жатып, ертең жұмысын көп аяқталмаған шаруаларын көп еді деп үйден шықты. Қасындағы бірге жұмысын балаға айтсам, оны департамент полицияны ұстап отыр дейді. Қалайша ол жаңа ғана кетті ғой, 1 сағат бұрын уже жұмыста болып жұмысын істеу керек деген. Сөйтсем уже оны қамап қойыпты сөйтіп. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.